Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз силиконовый формадан осындай пион гүлін жасауды үйренеміз. Бірінші бізге осындай таза ыдысымыз керек, осындай силиконовый формамыз және резинкамыз керек. Міне осындай бұл бір түстен жасалған пион гүлі, және де міне ақпен араластырып жасалған мраморная заливка деп атайды. Осындай екі түрлі пион гүлін жасайтын боламыз. Мынау біздің силиконовый формамыз. Мынандай резинка бізге керек. Бұл силиконовый формамызды қысып қою үшін керек болады. Міне осылай түзу туралап қоюымыз керек. Және де бізге краситель мен одушка керек болады. Қазір оларды көрсетемін. Бірінші, мынау біздің мыльная основамыз. Мыльная основа деп аталады. Осыдан біз қазір сабын жасайтын боламыз. Менің мыльная основам осындай Соптима деген мыльная основа. Мен ақ және прозрачный түстісін араластырып жасайтын боламын. Міне осындай бізге екі ыдыс керек қазір. Біріншісіне ақ, тек қана ағын жасаймын, өйткені біз мраморная заливка техникасын қолданатын боламыз. Оған ақ пен розовый түсті араластырып жасайтын боламыз. Аққа тек қана ақ мыльная основаны қолданамын. Міне оған көп керек емес. Екіншісіне розовый үшін мен бір ақпен қалғандардың бәріне прозрачныйды саламын. Прозрачный мен ақты араластырып қызыл түс берсем, маған розовый түс керек. Мен қазір розовый пион гүлін жасайтын боламын. Міне осындай бір кубик ақ салдым да, қалған бәрін прозрачный салдым. Негізінде біз бұны таразымен өлшеп істесек те болады. Мен уже үйреніп қалғам, көзбен өлшеп істей беремін. Енді осы сабындарымызды микроволновкаға немесе водяная баняға салып ертіп аламыз. Микроволновкаға бір 30 секунд жеткілікті, өзі тез еріп қалады. Міне микроволновкаға мен салып жылыттым, маған сол ыңғайлы. Енді осыған қатты қайнап ысып кетпеу керек, бірақ соған байқап қарап тұрыңыздар. Жай ғана ерісе болды, жылы болып тұрса болды. Қайнатып жіберуге болмайды. Міне көрдіңіздер ма, мен уже араларында даже кубик болып, бүтін болып жүр. Мен қазір оны араластырсам өзі еріп кетеді. Енді бұған одушка, өзіміздің қалаған одушкамызды салам. Мен Сады Эдема деген одушканы қолдандым. Және де қалаған түсімізді. Міне Сады Эдема деген одушка примерно 5-6 капля жетеді. Міне біріншісіне мен азғандай 3-4 капля салдым, екіншісіне бір 6-7 капля салдым. Сол бізге жеткілікті. Біріншісі менде ақ болады, оған краситель қоспаймын. Екіншісіне мен алы деген краситель қосам, өйткені мен бір кубик ағым бар, сонымен алы красителем менде розовый болып шығады. Ал егер сізге тек қана қып-қызыл керек болса, вообще ақ салмаймыз, сол кезде қып-қызыл прозрачныйға алы деген салсақ қып-қызыл болып шығады. Бірінші үстіп екі түсімізді де дайындап аламыз. Екеуіне де одушкамызды, красителімізді қосып, араластырып дайындап алып, екеуі де дайын тұру керек. Сосын бірінші ақ сабынымызды құямыз да, артынан сразу біздің керекті розовый түсімізді құятын боламыз. Міне мен бірінші ағымды құйдым, сосын үстіп айналдырамыз. Барлық жеріне тию керек. Енді үстіп қалғанын қайтып құйып тастаймыз, төгіп тастаймыз сол банкамызге. Енді осын артынан сразу екінші түсімізді құямыз. Міне осыны толғанша жайлап асықпай құю керек. Осындай көпіріктер шығып қалса, бұған біз спирт себеміз. Спиртті осындай көпіріктерді кетіру үшін сеуіп тұрамыз. Спирт керек, менде мынада қалмапты ше. Міне спиртті септім, жан жақтарынан жайлап алып тастаса болады. Енді осыны 15-20 минутқа қалдырып қоямыз, қатқанша.
қатқаннан кейін ашып аламыз. Міне, мен 20 минут примерно өткеннен кейін ашып алдым. Осындай әдемі пион гүліміз шықты. Енді екінші гүлімді жасаймын. Осындай ыдысымызға прозрачный нелер салдым. Основаны осындай қызыл. И және де кішкене ғана кішкентай кубик ақ салдым. Көпсін прозрачный болды, кішкентай кубик ақ салдым. Мен өйткені қып-қызыл гүл жасамаймын, кішкене болсын, андай ақ, андай розовый оттенок болсын дедім да. Ну прям алы емес. Енді осыған қызыл красителімізді қостық. Міне қазір красителімізді қосып, адушкамызды саламыз. Сөйтіп араластырамыз. Міне араластырдым. Менің основам дайын. Түсі өзіме керек түс шықты. Енді осындай силикон формамызға саламыз. Айтпақшы, силиконовый формамызды алдында үстіп спиртпен сеуіп алуымыз керек. Сол кезде көпіршіктер болмайды. Алдында мен оны сепкенімді көрсетпедім, видеоға түспей қалған. Үстіп құямыз асықпай, жайлап. Основамызды силиконовый формамызға құятын боламыз. Тура сол бағанағыдай. Толғанша құямыз. Енді тағы да осындай 15-20 минутқа, жарты сағатқа тастап кетеміз. Сосын міне мен жарты сағаттай примерно өткеннен кейін келді. Мына ашып көрсетейін. Мына осындай қызыл гүл шықты. Мен кішкене ақ қосқандықтан кішкене розовый оттенкі бар. Осындай қызыл пион гүліміз. Мына бір однотонный түстен, мына мраморная заливка, екеуі екі түрлі түстен жасадым. Мына осындай гүлдерді біріктіріп, букет, әдемі букет қолдан жасап аласыздар. Міне осы екеуі бүгін жасалған гүліміз, қазір ғана сабақта. Мынауымыз қайсысы өзіңізге ұнаса, соны жасайсыз. Мен араластырып жасаймын көбіне. Әртүрлі түстерден араластырып, осындай әдемі көрінеді, сол кезде живой көрінеді.